Ағайын, бүгін екі машинаны примерно качествосын былай тексерейін дедік. Міне екеуін бамперлерін шешіп тастадық. Camry 75 және Hyundai Grandeur. Мысалы, сіз Camry'іңіз ғой. Қалай ойлайсыздар? Қалай ойлайсыз? Grandeur дұрыс па, или Camry дұрыс па? Өзің мнениең да, мысалы. Сен Camry'дің владелецісің ғой. Мен ойымша былай көрсетейік, халыққа. Қараңыздар, мысалы, түсіндіріп кетейін. Мынау Корея елінің машинасы ғой. Мынаны қараңыздаршы, действительно барлығы качественно, четко істелінген, ешқандай міне лишний салбыраған провод жоқ. Еще бір штикерден полный рост кетеді ғой, ағайын. И мына алдына внимание обращать ететін болсаңыздар, міне алдына алюминиевый жесткий, четкий қалыңдықты қараңыздаршы, қалыңдығы действительно қатты. И чисто лонжеронға болтпен бекітілген, ағайын. И пластмастарын бәрі четкий дерзкий қылып істелінген, на совесть істелінген ғой, негізінен алды. И фараны қарашы, датауынан қара, қатты. Ақтасын именно әдемі дайы, шашқан кездес машинаны. Бір суырып алдың, болды ғой. А енді Toyotадан бастасақ, ағайын. Toyotада, мысалы, алдында былай ғой міне. Бәрі осылай, и әр штикерлер салбырап тұрады да. Мына жақтары былай, мына жақтары, мынау темірде жұқа бұда. Мына жағында штикер, мына жағында штикер. Фараста былай, и мына жағын қараңыздар. Неқа келетін болсақ, бір особо қызығатын ешқандай нәрсе жоқ. Барлығы міне жұқалау. Мына жақтарын бәрі өйстіп салаңдап тұрады. Мына жақтары бар. Салмағын айтсаңшы, салмағы қара, салмақтан қарашы, не? Жеп жеңіл әшейін. А мынаны қараңыз. Действительно, салмақ бар. Качество деген осы сияқты, мен ойымша, қара. Кәдімгідей, прикинь, 10 килограмм бар, даже. Ана бір 2-3 килограмм сияқты ғой, примерно. Енді мысалы тағы не бар сенде көрсетеді, мысалға. Грандеурдің крышкасын ашып көрші, крышкасын. Качествосы қандай? Четкий, качествосы. Енді қара сен, Toyotаның качествосын көрсем, ағайын, қара. Что там? Не дейсіздер, ағайын? Примерно осы ғой біздің түсіндірейін деп атқанымыз, әшім көрсетіп, примерно видеоға. Именно елде сұрайды, основном удар алды ғой, негізі қарап отырсаң, алдары бәлеп отыр, мына жердің өзіне пәленбай ақша кететін дүние ғой, негізі дұрыс па, ол жік. Мысалы, қарап отырсаңыздар, ағайын, егер де сіздер Toyota таңдаймын десеңіздер, мысалға, чисто бұмен апаратын жерге бұл жеткізетін көлік, негізі, любой жерге жеткізетін көлік. Екіншіден Toyota деген аты бар. А Grandeur деген ол качество керек бағайын, качество и комфорт. Так что таңда өздеріңізде комментарий жазып кетіңіздер, қай вариантты таңдар едіңіздер, негізі ағайын. Жақсы, сәттілік, дұрыс таңдау жасаңыздар.